былай жасайық. Бізде енді қазір вагондар арқылы түсіндіреміз. Вагондар арқылы түсіндіреміз. Бірінші жағдай. Бізде андай бір рельс жол бар. Осы рельс жолда бір вагон кетіп баратыр. Жүріп баратыр. Так, осы вагонның несі бар? Бізде жылдамдығы бар, массасы бар. Бар ғой? Бізде массасы бар. Жылдамдығы бар. Екеуі кетіп баратыр. Бір кезде осы вагонға алыстан біреу тұрады да, ішіне тас лақтырып жібереді. Ауыр тас. Үлкен тас лақтырып жібереді. Массасы бар да, бірақ. Массасы бар. Мынау кетіп баратыр өзімен өзі. Бір кезде оған тас лақтырады ішіне. Уже вагонның ішінде тас бар. Вагон ішінде оның тас бар. Тас, короче. Да, тас ішінде. Тас жатыр вагонның ішінде. Не болды енді мынада? Массасы көбейіп кетті ғой. Дұрыс па? Мына тастың массасы тастың жылдамдығы. Дұрыс па? Енді мен осы арты ыңғайлы болу үшін бірінші масса 1 деймін, жылдамдық 1 деймін, тастың жылдамдығы 1 деймін, массасы 1 деймін. Осы жерде біздер олардың массаларының не істегенін білдік, бірігіп кеткенін білдік. Масса 1, масса 2. Мынау до, но после. Енді бұны формасы болады, вагон өзімен өзі күшті болып кетеді. Масса 1 мен масса 2-ні көбейтіп, өзімен өзі кетеді. Бір кезде оған қарама-қарсы бағытта, немесе бағыттас бағытта. Разница жоқ. Қарама-қарсы бағытта, немесе бағыттас бағытта. Қарама-қарсы бағытта осы бір-бірімен азайтылады. Бағыттас бағытта болса қосу. Кестік па? Так, қосу М1 көбейтірген, М2 көбейтірген, неге М2 жүрізі? М2, В2 бәсе. М2 көбейтірген В2 болады. Тең болады, до. Өздерімен өздері келе жатқан заттар ғой. Біреуі вагон өзімен өзі келе жатады, тас өзімен өзі ұшып кетеді. Дұрыс па? Дұрыс. Енді осыған келген после не болады? Тас барады да вагонның ішіне түсіп кетеді. Дұрыс па? Енді не болады? Олардың массалары бірігеді. М1 көбейтілген, М1 қосылған М2 болып кетеді. Олардың жылдамдықтары да бірігіп кетеді. Өйткені вагонның ішіне түсіп кетті тас. Енді тастың жылдамдығы вагонмен бірдей болып қалады да. Вагонның жылдамдығы қандай болса, тастың жылдамдығы сондай болып кетеді. Түсіндіріп алдың ба? Сонда вагонның жылдамдығы мен тастың жылдамдығы бірігіп кетеді да, басқа бір жылдамдық шығады. Осы формула міне түсінікті. Бірігу туралы. Екінші вариантта түсіндірейінші тағы да. Бір су тамшылары бар. Тамшы бар. Судың тамшысы бар, мынандай. Судың тамшысы. Осы судың тамшысы мына бір жер болсыншы. Басқа себеппен алайықшы жерді. Жерде табыр, жерде судың тамшысы жатсын. Жерде судың тамшысы. Түсініп тұрсың ба? Бұл тамшы жерде тып-тыныш жатыр. Мына тамшы жерде тып-тыныш жатыр. Тып-тыныш жатыр деген сөз не деген сөз? Дұрыс айтасыз. Жылдамдығы нөлге. Массасы бар бірақ. Массасы бар. Мына тамшы ұшып келе жатыр. Не деген сөз онда? Бар ғой жылдамдығы. Енді осылар тұрады да, екеуі барады да, бірінің үстіне бірінің
түсіп кетеді. Не істейді? Екеуі бірігіп кетеді ғой. Дұрыс па? Бірігіп кетеді. Онда бірінші жерде жатқан тамшының импульсын жазайық. Ол m1 көбейтілген v1. Дұрыс па? Ал оған ұшып келіп қосылады кім? m2 көбейтілген v2 келіп қосылады. Тең болады, екеуі не істейді енді? Бірігіп кетеді ғой. Біріккен кезде m1 қосылған m2 болып кетеді ғой. И көбейтілген v деп жаңа жылдамдық пайда болады. Түсіндіріп алдың ба? Түсінікті ма сіздерге? Точно айтыңыз.